Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаевтың туғанына 85 жыл толуына орай «Қаламы қарымды қаламгер» атты виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Әбіш Кекілбаевтың бір томдық шығармасында көпшілікке кең тараған белгілі романы «Аңыздың ақыры», «Күй», «Қанша дария» хикаясы, «Шыңырау» атты повестері енген. Бұл шығармада қазақ халқының ерлік тарихын, туған ел мен өскен жердің қасиеті мен қадірін дәріптеп, ата-бабаның ой арманын жеткізеді. Кітап Алматы қаласы жазушы баспасында 1982 жылы жарық көрген. Жазушының 2 томдық шығармаларының 1 томында ежелгі аңыз әңгімелерді бүгінгі күннің елегінен өткізіп, тарихи, философиялық тұжырым жасайды. Адамның әлеуметтік сыр-сипаттарын философиялық, психологиялық тұрғыдан терең суреттеп, өткен күннің жарқын да қаһарлы бейнесін көз алдымыздан өткізеді. 2 томға бүгінгі күннің тыныс-тіршілігін суреттеп әңгімелеген. Кітап Алматы қаласы жазушы баспасында 1989 жылы жарық көрген. Жазушының «Дүние ғапыл» атты шығармасында әр жылдарда жазған алуан өлеңдері мен соңғы уақыттағы сом шығармасы, яғни Абылай хан драмалық дастаны енгізіліп отыр. Кітап Алматы қаласы Арыс баспасында 1999 жылы жарық көрген. Жазушының «Махаббат мұнарасы» атты кітабы кезінде журналдың алғашқы нұсқасы «Махаббат мұнарасы» деген атпен жарияланған. Керемет ойшылдықтың кеме сатысына көтерілген бұл романда адам жанының алуан иірімдері, терең психологиясы, ішкі драмалық жан дүниесі арқылы автордың көркемдік философиялық тұжырымдамасы барынша толық танылады. Кітап Алматы қаласы Раритет баспасында 2005 жылы жарық көрген. Әбіш Кекілбаевтың 12 томдық шығармалар жинағында көбінесе аудармалар мен мақалалар, әңгімелер, толғаулар және тарихи толғаулар берілген. Кітап Алматы қаласы Өлке баспасында 1999 жылы жарық көрген. Жазушының 20 томдық шығармалар жинағының 1 томында қилы замандағы орыс-қазақ қатынасында орын алған күрмеуі мол, күрделі оқиға туралы жазылған. Бұл томдар жинағында ұлт тағдыр сынға түскен кезеңдегі қазақ қоғамының, оның көрші елдермен тартысты тіршілігінің алуан түрлі шындығы терең суреттелген. Бұл деректі тарихи баянға өздерінің дара дарындыларымен халықтың қол бастар көсемі, сөз бастар шешені болған ұлтымыздың аяулы перзенттері Исатай мен Махамбеттің өмірі мен ерлік жолдары туралы жазылған. Сондай-ақ бұл шығармаларда тәуелсіздіктің тағылымдары, өткеннен алар сабақ, жарқын болашаққа бастар байыпты қадам, бүгінгі заман тынысы кеңінен жазылған. Шығарма Алматы қаласы жазушы баспасында 2010 жылы жарық көрген. Әбіш Кекілбаев шығармашылығы атты энциклопедияда тарлан тұлға, дарабоз дарын, қайталанбас қасиетке ие қаламгерлердің жасампаздығының бір қыры сан салалы шығармашылығы туралы жазылған. Энциклопедия Алматы қаласы қазақ кітабы баспасында 2020 жылы жарық көрген. Әбіш Кекілбаевтың өмір мен ортасы атты энциклопедияда жазушының ғұмыр жолы мен оның айналасын қаумалаған өзге де қазақ руханиятының шоқ жұлдыздары 60 жылдықтар хақында әңгімелер жазылып, заманауи талдау жасалады. Энциклопедия Алматы қаласы қазақ кітабы баспасында 2021 жылы жарық көрген. Қымбатты оқырмандар, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын алып оқимын десеңіздер, кітапханамыздың есігі сіздерге әрдайым ашық. Назарларыңызға рахмет.